Мамыр және маусым айлары құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз де жақсы білесіз. Ал басқа да артықшылықтары туралы естіп пе едіңіз? Соларға тоқталып өтейік. Құлпынай ең біріншіден есте сақтау қабілетін жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады, оның функционалды өмірін ұзартады. Бұл бізге қартайғанда да мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Bir қызығы, құлпынайды күнде жеу қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын дәлелдейтін зерттеуде бар. Яғни есте сақтау қабілетінің нашарлауы Альцгеймер ауруының басталуына тосқауыл болады. Құлпынай көру қабілетін жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтынуы тордың макулярлы дегенерациясының, катарактаның, көздің құрғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына әкелетін көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар, бар ауруларды прогрессивті емдеуге ықпал етеді. Құлпынай антиоксиданттарға бай. Алдымен антиоксиданттардың не екенін еске түсірейік. Антиоксиданттар дегеніміз белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Ғалымдар құлпынайда фенолды қосылыстардың, яғни биофлавоноидтардың көп мөлшері бар екенін атап өтті. Олар айқын антиоксиданттық қасиеттерге ие. Құлпынайды тұтыну дененің зиянды заттар әсеріне қарсы тұру қабілетін арттыратыны дәлелденген. Дегенмен де бір маңызды нюансты айтып өткен дұрыс. Барлық құлпынай бірдей пайдалы емес. Жидектің түсі неғұрлым қою болған сайын, соғұрлым пайдалы бола түспек. Құлпынай элла қышқылына бай. Элла қышқылы деп отырғанымыз жасушалық циклды реттегіш, көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларында кездеседі. Зат рак клеткаларының мутациясын тоқтату қабілетінің арқасында танымал болды. Құрамындағы элла қышқылының саны бойынша құлпынай 3-ші орында тұр. Ол ісік процестерін басу мүмкіндігінен басқа қабынуға қарсы әсерге ие, ағзаға пайдалы процестерге оң әсер береді. Сонымен қатар, иммундық жүйені нығайтады, оны сыртқы әсерден қорғайды. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ бола түспек. Сонымен қатар, құлпынайда бұл дәруменнің көзі болып саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені бар. Рас, мұндай қасиет жылыжайда ғана емес, ашық күн астында өсірілген құлпынайда ғана болатын есте ұстаған дұрыс. Бір қызығы, мұздатылған құлпынай бұл витаминді жаңа піскен құлпынай сияқты сақтай алады. Бірақ сіз джемдер немесе консервілерге үміттене алмайсыз. Жоғары температура витаминді жояды және тәтті қоспада пайдалы заттар қалмайды. Құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Бүгінгі күнде қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Олардың кейбіреулері белгілі бір тағамдарды үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектесетінін көрсетеді. Бұл тізімге құлпынайды да тіркегені мәлім. С витаминінің, элла қышқылының және басқа да пайдалы заттардың жоғары концентрациясына байланысты бұл жидек қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің дамуына жол бермейді. Құлпынайдың бұл қасиетін растайтын соңғы зерттеулердің ішінде Огайо университетінің онкологиялық зерттеулер орталығының жұмысы бар. Құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Құлпынай қант диабетімен ауыратындар жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутриенттердің жоғары деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді. Сонымен қатар қанттың сіңуін баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупі жоғары адамдарға да ұсынылады. Бұл жидек диабетті алдын алудың тамаша құралы болып саналады деп айтылады. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болу және даму қаупі төмендететіні дәлелденген. Жоғарыда айтылғанымыздай, құлпынай әртүрлі дәрумендер мен антиоксиданттарға бай, бірақ бұл жағдайда калий мен магний шөгінділерінің піскен жидектерде болуы мүмкін деген тұжырымдама алға тартылады. Соңғысы қант қысымын қалыпқа келтіруде, сондай-ақ
сұйықтықтың тоқырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл денеде немесе ішкі органдарда пайда болуы мүмкін деген ісінулерге әкеледі. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға өте пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Сонымен қатар құлпынай болашақ аналарға пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынатын болса, балада құлпынайға аллергияның даму қаупі аз болады. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Деніміз сау болсын және де амандықта жүздескенше.